Дәл осындай өте дәмді, өте оңай жасалынатын творожный рогаликке жасағыңыз келсе, дәл осы видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Әдетте көпшілік үйлерде творог желінбей қалады, дәл сол кезде осыны оп-оңай етіп жасап жіберсеңіз, шайға керемет үйлеседі. Алдымен бізге керегі ұнды 250-300 грамм шамасында керек, бірақ 250 грамм етіп ала беріңіздер. Себебі творог әркімде әрқалай, яғни құрғақ, влажный болуына байланысты. Яғни 250 грамм 200 граммдық стаканмен 1,5 стакан шамасында болады. Оған қопсытқыш ванилин салып араластырамыз. Сосын холодильникте тұрған сарымаймыз немесе маргаринді салып, қолымызбен крошка жасап аламыз. Бір келкі болғанша крошка жасап шығамыз. Міне біздің крошкамыз дайын. Барлығы бір келкі осындай болып шығады. Енді творогты менде өте құрғақ және майдаланған өз сондай түрі. Егер сізде ірі творог болса, яғни үйдің творогы болатын болса, блендермен езіп алғандарыңыз дұрыс. Себебі біздің қамыр сондай бір нәзік, әдемі шығу үшін творогтың осындай майдалау болғаны дұрыс. Ал енді қамырға, крошкаге творогты салып, біріккенше жақсылап қамыр илейміз. Әбден қамыр илесеңіздер, осындай нәзік, әдемі қамыр шығады. Аздап қолдарыңызға жабысса, аздап ұн қосуларыңызға болады, яғни қатты жұмсақ емес, қатты емес қамыр болады. Теңдей 3 бөлікке бөліп, бетін пищевой пакетпен жауып, бір 40 минут шамасында қалдырамыз. Егер бөлме ыстық болса, холодильникке салуға болады. Енді уақыт өткен соң осылай жұқалап жаямыз әрқайсысын. Қатты жұқа емес, кішкене қалың да емес, осылай рогаликкеге жасаған сияқты етіп жайып, барлығын кесіп аламыз. Үлкен кіші жасауыңызға байланысты осылай кесіп шықтым. Ішіне енді қалауыңызша шоколад, творог қоссаңыз да болады, немесе менде вареная сгущенка дептікі осылай салып жасап шығамыз. Яғни жоғарғы бөлігіне салып, бірінші қабатын ораған кезде қысып, сосын ары қарай ораймыз. Себебі ішін бос етіп орасаңыздар, ішіндегі начинкасы сыртына ағып кетуі мүмкін. Міне бірінші жағын орап, қысып алып, сосын ары қарай орап, қысып ораймыз. Міне барлығын осылай орап, листке, яғни табаға осындай пергамент қағазын төсеп, барлығын қойып шығамыз. Кішкене араларын алшақтау етіп қоямыз. Кішкене қопсытқыш болғандықтан ісініп, бір-біріне жабысып қалмас үшін жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, 180-200 градуста қызып тұрған пеште сарғайып қызарғанша пісіріп аламыз. Міне пісті. Енді ыстық күйінде бетіне сахарный пудрасы себуді ұмытпаңыздар. Тәтті қалауыңызға қарай, себебі біздің қамырдың құрамында ешқандай қант жоқ, тәтті жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Умида. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.